Кайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Шоколадтың дәмі шығатын әдемі торттардың бірі Прага дайындайық. Рецепт өте оңай, жасап көруге кеңес беремін. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаларымыздың барлығын салып, үстіне шекер қосып, 2 есе ұлғайғанша жақсылап араластырып аламыз. Осындай аппақ болып шығуы керек. Оның үстіне еріген сары майымызды құямыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Үстіне какаомызды саламыз. Одан соң ұнымызды саламыз. Барлығын ситадан өткізіп, жақсылап араластырамыз. Разрыхлителімізді салып, араластырамыз. Қатты араластырмау керек, масса отырып қалуы мүмкін, және ұнды 2-ге бөліп салған дұрыс. Енді форманың астына фольга қойып, үстіне тестаны құямыз. Ең алдымен 10 минут 160 градуста пісіреміз, 20 минут 180 градуста пісіреміз. Пештің бетін ашуға болмайды. Енді кремін жасаймыз. Креміне крем-чиз пайдаландым. Ең бірінші творожный сырымызға құмшекерімізді салып араластырып аламыз. Оның үстінен сливки құямыз. Барлығын біркелкі қою масса болғанша араластырамыз. Крем осындай қою болып шығуы керек. Енді холодильникке салып қойған бисквитімді алдым. Оны 3 бөлікке бөліп алдым. Енді тортымызды жинаймыз. Бірінші корж қойып, одан кейін крем жағып, солай тортымызды жинап аламыз. Осылай тоңазытқышқа біраз уақытқа қойып қоямыз. Енді бетіне жағатын ганаж дайындайық. Шоколад пен сливки екеуін микроволновкада ысытып ертіп алдым. Енді осыны торттың бетіне жағамыз. Видеода көрініп тұрғандай етіп жағып шығу керек.
міне осымен тортымыз дайын. Керемет болып шықты. Үйдегілерге барлығына ұнады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Барлығыңызға сәттілік. Сіздермен болған Сандуғаш.